Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге переходтар жайлы айтатын боламын. Мысалға, мынандай жерін, екі видеоның арасындағы жерін кесіп тастау керек болады. Так, тағы бір кесіп тастаудың оңай түрі. Бұлай да кесуге болады. Жаңағы кесетін несімен. Бірақ мен көбінесе S-ті қолданамын. Ой, delete деп бассам. Болмаса, бірінші S-ті алып керек жерін кесіп аламыз осылай. Белгілейміз, V-ді басып алып, V-ге стрелка, мышка, то есть. Сосын белгілегеннен кейін delete бассақ, просто кетіп қалады, орнын қайта тазалап жүруге болады. Не болмаса кетіп қалғаннан кейін пустой жерге басып бүйтуге болады. Болмаса, бүйтемізді shift delete басқанда орнына келеді. Ал енді переход жайлы істеп кетейік. Так, мында эффекты, мында эффекты ашылып аласыз. Видео переходы. Так, мен қолданатын основной нелер. Видео с погружениемда световыйды қолданам. Мына қараңыз. Кішкентай болып жатса, длина луча үлкейту болады. Настройкаларын үлкейту болады. Оттенок көк, мысалға, экспозиция, тоже көз, длина наплыва. Сонда қараңыз. Бұнау бір сферическое размытие. Сферическое размытие дегеніміз мынандай. Утечка цвета деген қызық размытие бар. Ол да күшті міне. Утечка цветности бар. Бұнда настройкасын келтіріп қою болады. Интенсивность, слай, утечки. Но видео с погружением, да. Сосын тағы мен қолданатын листанияны қолданам. Келесіне өткенде масштабированияны. Масштабированияның қызық жерлері бар. Қазір көрсетемін сізге. Нені белгілейсіз жаңағы переходта? Показать фактически, так, управление эффектамидан оң жақ, сол жақ жоғарыда. Показать фактически бірдеңе деген аласыз. Сосын мысалға, давайте мына жазуға переход жасап жүрейік. Мына жерден жазуға, мына жерден микрофонға. Или давай мына. Оң қолдан келді, солға кетті деп жеке. Көрдіңіз, болмаса қараңыз. Мына жерге кетіп, мына жерге келетін ұмытып қою болады. Сосын тағы бір қызық не, растворение да олар. Адаптивный наплыв. Жаңа цветность сияқты. Онша емес, перекрестный наплыв онша емес, погружение белый қолдануға болады. Погружение в черный қолдануға болады. Погружение пленки қолдануға болады. Растворение просто. Және де мен айтқым келгені, ең жақсы переходтардың бірі ол монтаж морфа деген. Растворениенің ішінде қараңыз. Бүйтіп ашып аламыз. Сосын незаметно қылып жаңағы 7-ге қойып қоюға болады. 8-ге, 6-ға мысалы. 6 кадр дейді. Осылай күтеміз сосын. Сонымен болды. Енді қарап жүрейік қалай шыққан. Байқадыңызда? Жиналып аккуратно. Осындайда переходтар бар. Болмаса қазіргі неше түрлі переход табуға ютубтан да, интернеттан да. Бірақ ең қарапайым және де өзінде бар переходтардың ішімен әдемі нәрсе шығаруға болады. Сонымен
Сау болыңыздар. Подписка басып қойыңыздар, комментарийға сұрақтарыңыз болса, тағы да қандай видео Premiere Pro'дан қандай сабақты көргіңіз келеді, сол туралы жазып жіберіңіздер. Және де қандай программаны үйренгіңіз келеді. Сау болыңыздар.